Девранның жас кезі 25 жыл алдын. Девран бөлмесінде ойнап отырып бір сурет тауып алады. Екі кішкентай ұл мен әкесінің суретін көріп, Девран анасынан бұл кім деп сұрайды. Первиннің жас кезі еді. Первин бұл туысқандарымыздың баласы ғой деп суретті алып сен ойна деп өзі жылап шығып кетеді. Бұл Девранның ағасы болатын. Әке-шешесі Девранға шындықты айтпай, ағаң қайтыс болған деп оған өтірік айтқан болатын. 25 жыл бойы Девран ағасын өлдіге санап келді, ал міне ол бүгін алдынан шықты. Девран Хазар менің аға болу мүмкін емес, мен оған сенбеймін дейді. Первин бұл сенің ағаң деп жылап жатыр. Хазар да әдейі Алаздардың баласы болғанша өлгенім артық деп Девранға мені өлтір деп жатыр. Первиннің жоғалып кеткен баласының иығында қал болатын. Хазардың иығын тексерген кезде де ода да қал бар екен. Сондықтан Первин бұл менің ұлым деп жылай кетеді. Хазар менің ұлым, баламның кішкентай кезінде қал болатын. Хазар менің ұлым дейді. Хазар әдейі барлығын сендіру үшін рөлге кіреді. Мен сендердің ұлдарың емеспін. 25 жыл бойы қайда жүрсіңдер? Мені атып өлтіре сал дейді Девранға. Азиза Девранға атпа деп жалынып тұр. Девран Хазарды басынан ұрып талдырып тастайды. Хазар бұндай 200-ді неме қалайша менің ағам болуы мүмкін деп сенбейді. Хапта Хазардың ұлы екеніне сеніп тұрған жоқ. Хашмет Зылихаға айқайлай бастайды. Сен өтірікші, бәрімізді алдадың деп. Сенің 2 қабат екеніңді барлығына жаямын. Ағаң білгенде саған не істер екенін көреміз дейді. Зылиха Джемо естімесін, әкеңді тоқтатшы дейді. Хашмет бәрін отбасыңа барып айтып беремін дейді. Юсуп әкесін тоқтатады. Олай істеме деп жатыр, үйіне кіргізіп жібереді де анасына әкемді сыртқа шығарушы болма дейді. Хашмет үйіндегілерге Зылиханы жамандап жатыр. Ол кімнен көтергені белгісіз 2 қабат екен. Менің баламның басын айналдырып, енді оған тиіп алмақшы дейді. Сухейланың да өтірігі ашылып қалды. Барлығы енді 2 қабат емес екенін білді. Юсуп пен Зылиха үйленеміз деп жатыр. Мен Хашмет болсам, оған ешқашанда жол бермеймін дейді. Зылиха уайымдап, енді не істейміз, барлығы еститін болды дейді. Юсуп қорықпа дейді. Олар бәрібір бір күні білетін еді. Екеуміз тезірек үйленейік дейді. Девран Хазардың ағасы болып шыққанына сенбей жатыр. Және әке-шешесіне неге ағаң өлді деп маған өтірік айттыңдар деп оларға ренжіп жатыр. Хазар есін жияды. Мен де сенің ағаң болғаныма қуанып тұрған жоқпын дейді. Мен де осы жайтты жақында білдім. Кеуби кемпір маған да хат қалдырып кетіпті деп оның жазған хатын әкеп барлығына көрсетеді. Сен осылардың бәрін әдейі ұйымдастырып отырсың дейді. Сенің ойының, мен саған сенбеймін. Сондықтан да ДНК тест жасатып, сенің өтірігіңді әшкерелеймін деп жатыр Девран. Азиза Девранға тыныштал дейді. Ал Первин болса, бұл менің балам, сенің ағаң, неге маған ешкім сенбейді деп жылауда. Азиза Первинге балаңыз екенін қайдан білесіз дейді. Первин, сен тыныш отыр, сен ана болуды қайдан білесің деп Азизаның аузын жауып тастайды. Девран анасына қанша жерден бұл сенің балаң емес, бірінші тест жаптырып көрейік дегенмен Первин ешкімге сенбейді. Бұл менің балам деп отырып алады. Сондықтан Девран ренжіп анасына кетіп қалады. Первин Хазардан кішкентай кезіңдегі суреттер бар ма көрсетші деп сұрайды. Девран жынданып жатыр. Хазар менің ағам емес, неге анам маған сенбейді дейді. Бұл Хазардың бізге құрған тұзағы, мен оны білемін дейді. Азиза айтады, мен саған сенемін, мен сенің қасыңдамын, саған әрдайым қолдау көрсетемін. Хазар әдейі жасап отыр, оған да керегі осы, бірақ ол құрған тұзаққа біз түспейміз, сондықтан да тынышталып өзіңе кел дейді. Хазар Первинге кішкентай кезімнен осы бір зат қана қалыпты деп бір шкатулка әкеп береді. Ішінен қолға тағатын браслет шығады. Первин күйеуіне, қарашы, мына браслетті балаларыма өзім жасатқан едім. Хазар жоғалып кеткенде бұл браслет оның қолында болатын дейді. Күйеуіне ұлымыз табылды деп айтып жатыр. Хазар Первинге 25 жыл бойы қайда жүрдіңдер, неге мені іздемедіңдер дейді. Алпауыттай Бахаб Арас не үшін жоғалған баласын таба алмады деп ренішін білдіріп жатыр. Первин, біз сені барлық жерден іздедік, іздемеген жеріміз жоқ дейді, бірақ таба алмай қойдық. Кішкентай кезімнен қорлық көріп өстім дейді. Кеби кемпір маған 13 жасымда қару беріп адам өлтіртті. Менің балалық шағым болған жоқ дейді. Енді келіп маған ұлымсың деп айтып жатсыңдар, мен сендердің ұлдарың емеспін, кетіңдер дейді. Хазар Бахаб пен Первиннің көзінше әдейі жылағандай болады. Бахаб әйелін алып кетеді.